Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар, сіздер Олжасханның каналындасыздар. Көп болды каналға видео шықпағалы. Бүгін бір қуанышпен, қызықпен біз қайтадан оралдық. 25-тер үйленіп жатыр. Бүгін енді қандай той болады? Бірге көреміз. Сол үшін жақсылап жайғасып алыңыздар. Біз көпке созбай бастайық. Сағат 4-ке шақырдық негізі. Бірақ бізде как всегда барлығы кешігіп келеді. Құрметті оқырмандар, дәл қазір ерінбей подписаться нүктесін басып қойыңдар. Ой, сендерге қызық болады деген ойдамын, потому что өзіме де қызық. Вообще сценарий жоқ. Бүгінгі той вообще импровизациямен өтейін деп тұр. Импровизациямен. Бізде бүгін тамада Сабыржан аға. Бірі білсе де бірі білмейді. Қазақстандағы номер бір тамадалардың бірі. Енді Тілеужан тойы выше уровеньда өтсін, есінде қалсын деген ниетпен барлығын қолымыздан келгенше жасадық. Кеттік. Мына жерде не бар? Көрейік кеттік. Мына жақ терраса ма, соны мен түсінбедім. Бұл енді Павлодар қаласындағы ең бір жақсы деген ресторандардың бірі. Бүгін біздің столда өзіміздің отандық өнім зиги-заги тұрады. Полностью. Коласы бар, суы бар, лимонады бар. Бұл жерде фуршет. Мен, тек қана ақша бердім, ал Тілеужан ары қарай өзінің қалауын жасады. Жанында қазір ешкім жоқ. Барлығы боянып жатыр, барлығы киініп жатыр, киім ауыстырып жатыр, дайындалып жатыр. Ал мен әлі осылай жүрмін. Маған да киім ауыстыру керек. Тойхананың ішін киім ауыстырып бірақ көрсетуге. Біз енді арнайлап өзіміз тойға деп киім тіктірдік. Ол киім қандай? Ол киім мынандай. Осылайша бисмилля деп тойымызды ақырын бастайық. Адамдар жиналып жатыр. Мына 25-тер жатпайды. Айғайлап тура билеп жатыр. В общем, балалар мәз. Бүгінше қуанып күліп алсын. Не күтіп тұрған білмейді ғой олар. Бақытты болсын жастар. Не дейміз? Мен естіп жүрмегенмін ғой тойымда. Мыналардың жүрістерін қарасайық. Мында ішіне бар, обзор жасап шығайық. Кім бар, кім жоқ, не бар, не жоқ. Ресторанның іші міне осындай. Мына жақта подаркаларды қарасаңыздаршы. Ойбой. Өлтіріп тұр подарка алдық қой. Зиги-заги 24 штуктан блогмен ойнататын боламыз. 25 блог зиги-заги тұр ғой. Тато зиги-заги подаркқа берейін деп жатыр ғой. Сыйлықтар өте жақсы. 100-ге жуық сыйлық алған ғой. Қонақтар келіп жатыр, тойдың иелері осы жерде. Бірақ минус болып тұр ғой. Сабыржан аға жоқ қой, прикинь. Жоқ қой, білмеймін қайда. Жүр звондайық. Кірдім мен қалаға. Әлі кіріп жатсыз ба не? Иә. Күтіп отырмын. Мен ашулы болып тұрмын. Тез келе қойсаңшы. Қақтасың деймін, айтшы. Недемін? Ресторандамын. Осы жаңа гостиницадан нөмір алыңызса, жуынып шайнағанға. Не қылып жуынасыз? Бастау керек уже. Осылай түсе беріңіз. Қазір алып қоямын. Кеттік. Номер алып қойық. Сабыржан ағаға. Тамада жоқ болған қызық болды. Сабыржан аға косяк. Мамамыздың образы осындай. Мен аяма киген жоқпын, қазір киемін аяма. Просто аяма ауырып қалады деп. Мына жерге қатысып жүріпсің. Мен біреу сүйген шығар, наверное. Мына жерім ерінді ма? Жоқ. Нормально екен. Джокер сияқты созылып тұр да. Неме айтамын, жақсы, қобалжу бар, бірақ шүкір бәрі жақсы. Бәріміз осындай қазақи киім киіп алдық. Иә, әдемі ма образымыз? Хазифа Этно апайымызға көп рахмет. Иә, рахмет сізге көп қол аяғыңызға дерт бермесін, қараңыздар. Үстіміздегі образ Хазифа ападан бізге тігіп берді өз қолымен. Ал женихті шақырайық. Мына образды қарасай, типа менен қайталадың ба? Жоқ, просто өз таңдағаным. Мен де тойымда осындай костюм кигем. Әдемі тұрады екен саған. Ағаларына тартсаңдар жаман болмайсыңдар бауырлар. Смотря қандай аға ол. Әдемі болып тұр, әдемі. Тема ма? Күшті әдемі, өзіне жарасып тұр. Ощущение қандай? Теріс асотың ғой. Ощущение ма? Күшті болып тұр вообще. Мәзсің ғой. Мәзбін. Болды. Ютубқа подписан болыңыздар, лайкты аямай қойып. Ол да сіздер үшін тырысып жатыр, біз үшін, бәріміз үшін. Давайте қолдасты қолдап кетейік. Тамада жоқ қой, прикинь әлі. Құдай біледі. Құдай біледі. А че? Қарағандыда нені шығып отыр екен. Енді. Мына шетел болып жатыр ғой мына жақ. Қойшы. Ойбой, мынаған қара. Короче, басталмай жатты мына жерде. Тілеужанның достарым бәрін талап тастаған ғой ана жерде. Сразу жеп тастаған ғой на халяву деп. Тема болып тұр, иә? Ана скрипачтар мощный екен. Әлі примерно бір 20% адам жиналды, иә? Иә, адам көп енді. Ровно 4-те келді. Ровно 4-те. Ешкім жоқ қой. Әдей айтқам ғой бәрінен. Мен бастап кетем, ешкімге қарамаймын деп. Қыстыратындар, қыстырмайтындар. Кешігіп жатыр ғой. Жүр. Бір кел. Ассалам. Уалейкум ассалам. Қайда жүрсіз аға? Не шаруаң бар қайда жүргенде? Ассалаумағалейкум. Осылай жүргізесіз ба не? Тура осы. Жоқ, шорт кигем ғой. Шорт кигем ойлашы. Қайда я Павлодардан күтіп аламын деген. Ой, аға. Или осы жерден басталамын. Осы жерден Павлодар, осы жерден бастап. Осы жерден бастап Павлодар. Құдай қаласа бүгін Олжасхан үйленіп жатыр деп шатасып кетсінші. Той құтты болсын. Молодец. Аллах тағала берекет берсін бүгінгі тойыңа. Қайсыңдар? Мамка қайда? Бәрі анда, сізді күтіп жүр бәрі. Қош бля, қанды ішпе. Жоқ, сізді күтіп жүр бір адам. Не қайда? Гостиница нөмір қайда? Міне, алып қойдым, ана досыңыз кіріп кетті уже.
Онымен кіре алмаймын мен. Мұрнымыз шағылмаса бүйтіп тұрсақ. Ассалаумағалейкум құрметті ағайындар. Мен машинамды түсірдім ба? Масаны түсірші. Қат жүрдіңіз ба не? 200-бен келдім, 240-бен келдім. Бірақ ремен тақып келдім. Штраф жоқ. Штраф деген бар ғой. О дүниеден хабарласып отыр ғой қазір. Тулицей штрафыңды деп. Сәттілік. Бауырым! Мына бала менен костюм сұрапты. Тура осы кезде костюмді беретін Мына братан бәрі білетін шығар бұл братанды. Ассалаумағалейкум. Уалейкумсалам. Қалайсың? Жақсы. Теміртауға барып костюм сұрапсың ғой. Амандасып па? Теміртауға барып костюм сұрапсың ғой сен. Не, киімсіз жүрсің ба не? Костюм берейін ба саған? Бір костюм. Дәл қазір. Жамбо ағамыз сонау қай жақтан? Жетсай. Жетісайдан келді. Бұл ағамыз білетін шығар енді. Бірі білсе де бірі білмейді. Инстаграмды көріп жүретіні барлығы біледі. Тойға шақырам дедім, шақырдым, қонақ болып жатыр міне бүгін. Жамбо деген жігіт өткенде Қалтасында ақша қалып кетпеді ма деп қарап отырса? Соны қарап отырмын. Мынау қайтыс болған досымдікі. Жамбо деген бауырымыз Сабыржан ағам жолын берсін деп өткен Теміртауға барыпты ол мені іздеп. Теміртауда тұрмаймын ғой мен. Бісміллә. Мына ки. Мен жолымды берсін екен. Киіп ал. Неше қолың бар сенің? Міне, мынаның астына киесің. Білесің ғой, басыңа киіп алып жүрме. Мынау сенікі. Мынау бүгін. Құтты болсын. Жамбо бауырымызға ана Инстаграмда, TikTokта біраз адамдар жіберді. Костюм берсей деп. Бұл да жетім бала ұқсап костюм. Аман қалай, аман ба? Шүкір. Машалла. Бұл красавчик. Мен бұл баланы чуда айтқам, білесің ба? Мен сені сыйлаймын деп. Жалғыз анасын өзі асырап, ешкімге жалынбай, ешкімнен садақа сұрамай, өзінің еңбегімен тойға шығып, бүкіл қалады. Анасы кішкене науқастанады анасы, бірақ тастаған жоқ анасын. Бірге алып жүр, қай жақта жүрсіз. Красавчик, молодец. Алла берекет берсін. Тура мына Олжасхан сияқты ғой. Олжасхан да мына анасының мәртебесін көтеріп, қаншама халыққа той берейін деп жатыр деп сен. Алтыным бауырым. Уәдем айттым, уәдемде тұрдым. Келем дедім, келдім. Алла разы болсын. Мам! Өткенде ұзатылған кісі осы ма? Бірінші мамасын ұзатып жіберді, сосын өзі қатын алып алды да, енді үйленді. Бір түр іздемей келсін. Саламатсыз ба? Неғып күтіп алмайсыздар мен? Қайтып кетемін қазір. Қалайсыз? Тойыңыз құтты болсын. Жақсы, рахмет. Бақытты болсын. Рахмет. Келін болып жатыр екенсіз екінші рет. Машалла. Жақсы келін ба бұлай? Жақсы. Қараңыздар ертең ана мұны менен көріп жүрмеңіздер. Бақытты болсын. Ботаның жолын берсін, бота келінің жолын берсін. Амин. Одан кейін тағы бір қуаныш күтіп тұр иншалла. Әке атанатын, ана атанатын, ана бақытын мен әке бақытын тілеймін бауырым. Басқа не тілеймін саған? Тек жақсылық, қуаныш болсын осындай. Амин. Алла нәсіп етсе бүгінгі тойымыз бір есте қалатын той болсын, ел айтып жүретіндей. Амин. Құтты болсын костюмің. Болды ма? Енді жалмаңдап сұрай берме ананы. Туфлиң бар ма? Қайда жүрсіз ба? Мен дайындалып, демалып тойды бір жарайықшы деп кішкене жақсылап демалып. Живой жаман әдемі екенсіз ғой маша. Ағамды көргенде қуанышты. Мына братан киіміміз кетті бір кейін. Менікі не жазыш? Шоқандікі. Қарыз олсызсың. Той қаласын. Бауырым Қалай болады екен? Тараздан алып кеттім нан. Маған ба? Қазір жейміз ғой құдай қаласа. Тараздың қарбызын жегенсің ба? Жоқ, Мынау чудкі еще. Жеп аласың да. Ала қойшы. Айда әкеттесің. Ала қойыңдар жігіттер. Чудың қарбыз жеп алыңдар. Настроениенің дерске болады. Аға біз переход жасайықшы бір. Қандай Сізді айналдырайыншы ба? Сіз киім ауысады сол кезде. Келіңіз. жоқ алайш. Переход болады братан. Сен істеді. Жоқ, мен киім ауысып тұрмын уже. Құры деймін саған. Келіңіз. Мен андаймын. Ла хаула ва ла қуватта илля билlah. Барша күш-қуат несі Аллах тағала. Алла бізге бүгін шабыт берсін, тілімізге, жағымызға жақсы сөздер салдырып, Олжасханның отбасындағы тойды бүкіл ел, қазақ елі болып, иншалла абыроймен өткізуге Алла нәсіп етсін. Келіннің қадамы құтты болсын ең бастысы. Бақытты болсын. Тойымыз сәттілік өтсін. Амин. Бисмилля. Той иесіне шигол. Бастаймыз, кеттік. Косиковать етіп жүр, что-то қайнатамыз. Қаяқта жүрсіз? Былай түсірші ме? Ютубқа бірден деп қойыңыз енді. Ал бүгінгі Тикошымыздың тойы жаңа айтам деп күн жарқырап тұр ма? Тикош жарқырап тұр ма десем, Тикош екеуі бірдей жарқырап тұр екен. Екеуі бақытты болсын. Сол екі жастың бақыты үшін деп келіп жатырмыз ғой. Тостқа шлеммен шығамын. Болды. Жақсылап жайғасып алыңыздар. Қазір бірер минуттан кейін тойымыз басталады. Құрметті оқырмандар, бұл видео енді бір аптаның көлемінде шығады, монтажымен, анау-мынаумен. В общем, ол кезде Алла қаласа, бәлкім менде басқа статус болады. Алла қаласа, әке болуға да аз қалыпты маған. Уақыт қалай зымырап жатыр, иә. Иншалла. Тек жақсы күндеріміз көп болсын. Мен сіздерді жақсы көремін. Осы уақытқа дейін мені қолдап келген сіздер, мен сіздердің осындай балаларыңызбын. Әлі талай биік белестерді бағындырамыз бірге. Мен жасым 23-те. Алла қаласа әлі талай шайқаймыз. Мен әлі көп жерден көресіздер. Мықты белестерді бағындырамыз. Алла қаласа тек сіздерге де осындай қуаныштар бұйырсын. Үйлеріңізде тек той, қуаныш болсын. Барлықтарыңызды қатты жақсы көремін. Жайғасып алыңыздар. Біз бастаймыз.
Красавицам, менің сұлуым. Әппәдем болып тұр бүгін. Жаным менің, кір. Жан, бүгін тойда екінші той керегі жоқ, хорошо? Шыдап кет. Хорошо. А чё андай не жоқ? Настроение бірдеңе бүйтіп бір шапалақ соғып, той құтты болсын. Динара үшін бір шапалақ соғатындар бар ма? Айқайлап шулап. Той иесі Олжасханға бір шапалақ соғып қояйық, құрметті ағайындар. Анамыз келді ма? Сіздің анаңыз қайсы? Мына кісі ма? Ай, апа. Құтты болсын, апа. Немере келіңіз, көріп тұрмын ғой, басқа апа жоқ қой жерде басқа. Бірақ апа тұр ғой. Апа, құтты болсын. Былай қарай шығып алсаңшы, артыңызда класстастар ұқсап. Былай қарай тұрып алыңыз, апа. Аха. Міне, осы апамның немере тойы құтты болсын деп шапалақ соқпаймыз ба? Ал бісміллә деп бүгінгі тойымызды салтанатты түрдеге бастауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі кешімізді бастайтын этно ансамблімізге кезек берейік. Олай болса, көкбұрыштан шығатын Саска кел жатыр. Сачка! Тәтчай палатада! Құдаларды қарсы алыңдар, құдаларды. Шіркін деймін да қалайық. Біздің Тілеужанды айтамын ау, баяғы бекзадалардың көзіндей, ханзадалардың өзіндей. Жігіттің сұлтан емес пе? Мен көріп түсінар ма? Болды. Мен мұндамын есечі. Олар ат бегілі, қасапшылық, аз сөйлеп, көп тыңдау екен. Сен сына білдің бе? Дұрыс айтасың, сонымен қатар жігітті жігіт қылатын 7 қазынасы болу керек. Бүгінде жігітіміз 6 тауын түгендеп, ендігі ең асылы сұлу жарына қол жеткізіп жатқан Тілеужан ұлдарыңызды қарсы алыңыздар. Стоп! Қайттан шық. Не бірдеңі білдіріп қойған адам құсап. Смело жүр, смело. Қолыңды не қып, сен емес қой жасап атқан тойды. Смело жүр. Аш былай. Алдарыңызда бүгінгі кештің көз қуанышы, бір әулеттің сұлу қызын алып жатқан сіздердің күйеу балдарыңыз, Динараның ұлы шапалақ құрметтеріңізбен Тілеужан! Ең бірінші сені дүниеге алып келген анаңның анасымен барып маңдайынан бір сегізіп ал, тойымызды бісміллә деп бастайық. Шапалақ соғайық, құрметті ағайындар. Өз анаңның маңдайынан сүйіп қойыңыз. Қайнатаңды құшақтап қой. Енеңді сүй. Бүкіл қай жұртыңа жабыс барып. Құтты болсын. Күйеу балдарыңыз құтты болсын. Тұра бер өз жерде. Паппаням. Ей, мына жігіт жолдас па? Шақырсай не? Олекстан шақырып oldu ма не? Бар қасына бар, тұр бол. Жан, көзіңді ашып. Өз сондай ма? Так. Құрметті меймандар, бүгінгі кешіміздің ең гүлі, сұлуы, осы әулетке құт пен береке алып келсін деп келіп тұрған ару жанымызда шапалақ құрметпен қарсы алайық. Олжасхан кешеш бері қарай жаным. Болғыр болсаң өзіңе жан-жаның қайда? Келе қой, міне. Осы ботаның жолын Аружанға берсін дегендер қол соқсын құрметті. Ал енді бүгінгі тойларыңызды басқаратын менің есімім Сабыржан болады. Рахмет шапалақтарыңызға. Мен мына Олжасхан бауырымыздың бір ауыз сөзіне бола келіп тұрмын. Құрметті меймандар, осы Олжасхан ниет қылған кезде маған айтқан, аға осындай інім үйленіп жатыр, тойын басқарып бересіз ба деп. Жарайды деп, біз бағасында келіскен жоқпыз, ақшасында келіскен жоқпыз. Просто менің қатты риза болғаным, дүние ол өтетін кететін нәрсе. Мен Олжасханға бір-ақ нәрсе риза болдым. Анасының мәртебесін осылай көтеріп жүретін ұлдар көп болсын, құрметті ағайындар. Міне, өзінің жан-жарын, өзінің отбасы үшін барлығын салып жатқан Олжасханға бір шынайы бір шапалақ соғып. Мәртебең өсе берсін бауырым. Ей, жылама, жылама. Әнің жақсы жерге бар, жылама. Мына ішіне біреу бар ма? Точно осы кісі ме? Көріп олайын. Ашып қап, Мұрат Әбділда тұрмас? Саламыз ба? Ана кісіні шығарамыз ба? Бері қарай шығармаймыз ба? Шығар, кім? Аружан,
квартираңнан шыға ғой жаным бері. Однокомнатный квартираң құтты болсын. Кәне, бісміллә. Шықпаған кезде, о деп шап. Аружан! Өмірге лайық отты жағып жар келеді екі жас топты жарып жар үлкенім мен ауылдың жасы. Ал енді қадірлі меймандар, жаңа түскен келіндеріңіздің бетін ашуға арнайы Семейден шығыстан келіп тұрған айтыскер ақын, негізі келінімізді бар ғой, рұқсат болса сәл артқа қарай қойса күшті бола ма деп тұрмын, иә? Пожалуйста, девчонка, можно назад чуть-чуть, а? Арука. Ана өз екі адам негізі қол соқпайды, біреу көре алмайтындар, біреу құлағы естімейтіндер ғой негізі. Апа, жаңа түскен немере алтын келініңіз құтты болсын, апа. Өзіңіздің жасыңыз нешеде? 84-те. О, 84-те. Машалла. Мен 89-85 ақ жас екен қарамыз, апа. Бақытты болсын. Апамның жасын қол соққандарға берсін. Соқпағандарға Динараның жасын берсін. Тілеужан, Құдай тілеуіңді берсін, Алла қаласа. Динара ханым, ешқандай переживать етпеңіз. Күліп, ойнап, күліп жүре беріңіз. Мынандай құдағи кімде бар? Қыз бердім деп, біз күнде тойда жүреміз, ағашы. Қыз алған жалпақ құда, қыз берген талтақ құда деп талтайып кірген жоқ, билеп кірді, ойнап кірді. Міне осындай құдағиларға дұрыстап бір шапалақ соқпайық. Қош келдіңіздер. Айтыскер ақын, жүрсіннің жүйрігі, Айбек бауырымызға бір қошемет соқпайық. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра, нағыз әйел әйел емес, нағыз әйел кобра. Ассалаумағалейкум, армысыздар. Мынау жалпы қазақта беташар ақ келінге барша туған туысқандарды таныстыруды ендеше сіздер де бізге шапалақпен шабыт берсеңіздер, шамамыз келгенше ақ келіндеріңіздің ақ дидарын ашайық. Той құтты болсын, екі жас бақытты болсын. Серігі құтты болсын, Тілеужанның келіні құтты болсын, қозғандардың ай. Бетін ашып келіннің көремдігін алайын. Миллион қол қайда, ақ көлмен жайылма, біздерді қолдайма. Қозғандар дүбірлі той болып жатқанда, қаттырақ шулап бір қойсаңдар болмайма. Бет ашқан балаға бір теңге емес 10 мыңнан беріп жатты, Сабыржанға бір теңге салмай мекен. Ачкарик. Табақтан алып бересіз, табақтан алып. Астында 20 мыңдықтар. Астына салса, астына. Екі қалта менде. Болды, рахмет. Аха, домбырамен бұрырсаң шабы. Қызық болсын тойдың басы. Апа, ашыңыз. О, міне өзіңізде ана болсын деп маңдайынан, дана болсын деп бетінен жүрің. Достойны келін бол деп құлағынан тістеп алыңыз, апа. Мына біздің Аружанымыздың күйеуін де сүйіп қойса күшті бола ма деп тұрмын. Келе ғой, Тілеужанға шапалақ, құрметті ағайындар. Апа, сүйіп қойыңыз міне. Беташарымыздың батасын беретін ағамыз бар ма екен, Динара ханым? Мұхтар деген ағамыз бар ма? Келіңіз. Иле-әмин. Бисмиллахиррахманиррахим. Екі жас абыройлы болсын, уайым қайғылары жоқ болсын, тең құрбыларының алды болсын, табыстарың табысты болсын, алақандарың ашық болсын, толар сақтай ұл туып, ол өзіңе серік болсын. Осы оқыған батамды Алла өзі қабыл етсін. Базар жоқ. Базар жоқ тұғым, әумин. Қазір ешкім шапан кимейді. Мына беташардан бір шапан аласыз. Әумин дегеніз мен бір түрлі оқалым оғысын. Батасы қабыл, мұраты асыл болсын. Некесін қияды ма, или қимайды ма? Қиды ма? Жоқ, мына жерде жоқ па? Онда официальны былай істейік. Мынау тұрған табақтағы ақшаны рұқсат болса, Динара ханым, өзіңіз жас болсаңыз да, бір емес екінші келіннің енесі атанып атсыз. Осы ақшаны рұқсат болса, қазір анау сөз бар екен, екі қабат адам ақшаға жерік болады деген. Сол үшін осы ақшаны мен сіздердің шапалақтарыңызбен осы әулетке адал келін болып жүрген Ботаға ұсынайын. Келе ғой, Бота. Аман есен босанып ал, Құдай қаласа. Сізге де ана бақытын, сізге әке бақытын тілейміз. Сол күнді алыс емес, Құдай қаласа. Ал құтты болсын. Осы ақшаны өзің алып реттерсің. Жақсы ма? Балаңа бірден аларсың, әйтеуір жан. Анау кеше бір табақ ақшаны Алматыда осылай той иесіне берсем, молодец тамада аға деп 20 мың берді бірге. Рахмет. Түсінбейтін қыз екен.
Ана көрсетпей бер. Мен былай қарай сөйлеп атам, сол кезде бүйтіп қалтама тығып бер. Құрметті ағайындар, жастар бақытты болсын. Ай, тырнамасай. Алла разы болсын, құрметті ағайындар. Әңгіме ақшада емес. Бұл жерде бағана 20 мың бердім, 20 мың салдым ғой, дұрыс па? Міне Құдай тұр, апа. Динара ханым, ақша үшін емес. Просто керек маған. Енді апатай 84-ке келіп, осы қызықты көріп жатқан сіздің басыңызда бағыңыз бар. Мына ақшаны ала тұр. Маған 20 мың теңгеден қарағанда үлкендердің батасы артық болады, апа. Сондықтан өзімнің отбасымның атынан, бала шағам несібесінен осы 20 мыңды сізге берейін. Сіз маған бір дұға қылып қойыңыз, Құдай қаласа. Аман болыңыз, апа. WhatsApp-пен бересіз бе? Ұра бересіз. Аламандай ержетсін, ақсақал болып төрілетсін. Қас батырдай көрікті, ғұмырлы болсын бөрікті. Азамат болсын ардақты, мінезі болсын салмақты, өнері болсын жан-жақты. Осы берген батам қабыл болып, Алла тағалам бере берсін бақытты. Бұл маған ба бұл бата? Иә саған. Иә саған дегеніз? Иә саған болса, иә саған? Маған ба бата дейсің, иә саған деген. Дәл осындай позитивпен, құрметті жігіттер, не істеп отырмыз? 2005-тер, 2004-тер тұрамыз орындарымыздан. Тұрып, айқайлап, шулап, жастарға қол соғып, төрлетейік, құрметті. Тойларың құтты болсын, жан. Ризасын ба ағаңа? Иә, ризамын. Конкретно кімге ризасын осы жерде? Ең бірінші Алла ғой енді. Мешітте тұрған жоқсың, айта берсейші. Ең бірінші нағашы әжеме, апаға, апа дейміз, біз апа деп үйреніп кеткенбіз. Осы кісіге көптен көп рахмет. Егер осы кісі болмаса, біз осындай болмаушы едік. Содан кейін амама, сосын олдас. Бота не, дигдомнан асырап алдыңдар ма? Басынан, ападан, Алладан бері қарай, ботаға үшін тоқта. Бірінші Аллаға, екінші апаға, мама, олдас, жеңге. Бота деп айтпаймын. Өзің білесің ғой, мен не шаруам бар ма? Мен рахмет айтушы едім, осы тойға дәл осындай аруды туып берген қайнатам мен енеме деп айтушы едім. Барсайшы, құшақтасайшы. Ха? Не істеймін? Сүйіс барып, құшақтасай барып, рахмет деп. Шапалақ соғай, құрметті ағайындар. Рахмет. Өзі тұқымдарында қайната сыйламай ма дедім сендерде, я? Бірі мынау досы құсап араласады кәдімгідей. Маңдайынан сүйіп қойыңызшы қайнатасы. Күйеу балаңыздың. Ей, міне шапалақ соғайық. Алла разы болсын. Негізі қалжыңдап айттым. Негізі қазақта күйеу баланың маңдайынан сүймеген қайнатасы. Ерінен сүйген. Енді құрметті ағайындар, бір фотоға түсейік. Жаным, Тілеужан, бақытты бол. Сенің бақытың үшін осы қонақтың бәрі келіп отыр. Қай жерде? Ой, бұл суши заказ беріңіздер. Ай, қазір ана жастардың бір табақ етін мына жаққа беріңдер. Ой, жаным. Мынау негізі маған пісірілген еді. Жарайды. Астарыңыз дәмді болсын. Қараш Тілеужан жан-жарыңа. Жан-жарыңа деймін, жан-жағыңа қарап атқан ес. Жан-жарыңа қара деймін, жан-жағыңа қарап атқан ес. Көзі көрмей ма десем, құлағы естімейтін сияқты. Екі қолымен жан-жарың бетінен ұста, екі бетінен. Айт, Аружан, Москваны көрсетейін бе? Біздің Тілеужанға шынайы бақыт тілейтін стол, қасық белкін жайына қоямыз да қолды көтереміз. Маған қараймыз. Мен жастарға тілек айтам, қолды бір сілтейм, дік бір шапалақ кетеді. Тілеужан, Аружан бақытты болсын. Ауырмасын. Аружан Тілеужанға 10 бала тапсын. 5-еуі ұл болсын, 5-еуі қыз болсын. Тілеужанның анасы Динара 110 жасасын. Үлкен апасы 110 жасасын. Туған ағасы 98. Нормально ма? 100. Өздерің сұрап алыңдар. Жас бермеймін ғой мен. 98. 100 қылайын ба? 99. 100. Кішкентай кезінде Тілеужанды қалай еркелеттіңіз? Тикошым. Ендеше бүгін соңғы рет кішкентай кезін еске алып, сол тикошым, пикошым деп ортаға шақырайықшы. Тикошым, тикошым, тикошым. Сіз
қалай еркелетесіз? Кімді? Тоқаевты. Кімді деген емес, ей, жан жарыңды да мен емес қой енді. Қалай еркелетесіз? Рукам, жаным путеным. Қалай? Жаным путеным. Аузыңды ашып сөйлеші. Сенің путегің. Ендеше давай. Жаным, писегім, качогым деп шақыршы. Жаным, күйсе. Бар, алып кел, бар. Тастама. Тілеужан, бүгіннен бастап тастама телешкаңды, невестаңды. Телешка ма, невеста ма, екеуді бірде қой. Қол соғамыз жастарға. Аружанға шапалақ. Тілеужан, музыка қоям. Бірінші музыка басталғанда туысқан қайын жұртыңа қарайсың, мынжақ қол соғады. Одан кейін достарыңа қарайсың, мынжақ билеп, от души, билеп. Артыңды бейтпессің. Не болды, бауырым, бірден жетіспеді ма? Тілеужан, енді мамаң тұр, жан жарың тұр. Сен бірдеңені ұмытпа. Сенің өмірдегі ең маңызды екі адамың. Білесің ба? Біреуі сені дүниеге алып келген кісі, екінші дүниеден алып кететін кісі. Дәураға düşті қош. Маэстро, бір шабала соғайық Тілеужанға. Аружан білетін бедің осындай екен? Білем. Сізге де бәрібір сияқты. Енді құрметті меймандар, осы тойымыздың төрінде сенің достарың ішінен шашын жұлып тастайтын. До конца стенаға басын ұр десең ұратын. Бір досың шақыршы. Баха. Кім? Баха. Баха! Аузын жауып биле, мын жақа тұрын. Екінші досың. Гранта, Ансар Гранта. Гранта? Отыра бер, Ансар. Грантаңды айдап жүре берші. Басқа, құрты бар, мұрты бар. Ерлан! Мынау кімнің баласы? Анжақ тұрайын. Так, туысқан нағашылы братандарыңнан кім бар? Қатыннан зардап шегіп жүрген. Любой ма? Любой. Шашы бар, шашы жоқ. Любой. Гоша. Гоша! Жалпы тұқымда бар ау дейме мынандай. Тұра бер, кім? Гоша? Шын аты кім негіз? Ғалымжан. Ғалымжан, жаным, мынан тұрып Гоша емес, ары кетсе Сәндібек қой мынау жаным. Құдалардан кім бар, құдалардан? Сіз жақтан, а? Папа. Қой папаға дүйіспе. Жан, папа деген ес, папа деген қыз беріп отыр қой ол. Басқа, мына аған шығарайық, мына аған. Кеттік аған. Құданың атын. Сосын аға сен МК кимейсің, XL кесін. Анжаға тұра бер. Көйлектен түймелер бүйтіп at, держись деп атыр ой. Мәла қаршы брат. 3 жоқшылық, 1 тоқшылық шықты ортаға. Тағы бір жігіт бар ма? Кім шығады? Дастан. Som batendo sujo no meu quarto. Ela pede o eixo do meu lado. Шаш, ләңгі сияқты кем ұрым. Неше болдық? 1, 2, 3, 4, 4 жарым. Так, кесе братан өзің. Өзің кеш. Конечно, брат. Билеймін, ренжіме. Жарайды, түсіне. Сонда да шыққан үшін бір сыйлық береш. Жаңа фен бар еді қақта. Неге күлесің? Фен берейік та, ма братан. Үшті кетпейді, кептіретін жері бар шығар. Так. Мынау тұрған жігіттеріміздің арасынан тағы бір жігіт бар ма? Просто шығатын. Тілеужан үшін шығатын кім бар? Кеш бауырым. Қашан қоясың? Тұра беріңіз. Бүгін бар ғой, жігіттер, бір сюрприз айтайын. Мына Олжасхан бота да білмейді, мамасы да білмейді, інісі да келіні да білмейді. Олжасхан екеуміз ақылдастық. Ей, атың бар ғой, Олжасхан деген әйтеуір ел таниды, өтеді, бүйтеді. Андағы сыйлықтарың жарайды енді, күнде болып жатыр. Бірақ бір супер приз шығарайық деді. Сонда Олжасхан маған былай етті. Мықты билеген екі кісіге, яғни семейный пара болсын, ата-анасына болсын, кім ұтып алады, соларды жібереді. 10 күнге Дубайға путевка, шабала соғай құрметті ағайындар. 10 күнге мықты билеген кісіге, мықты жұрт тастаған кісіге ғана 10 күнге Дубайға путевка тастар, Құдай қаласа. Иншалла, Құдай қаласа. Отатын шығар біреу. Оталмаса, онда өздерің барасыңдар. Бас жүлден бірінші орынға ақшалай сыйлық. Бөліп па или? Жоқ, полный, бір сума. 100. Нормально. 100 мың, сізде бола берсін. Бір шеттен таныс болайық. Есімің? Тойхан.
Не ал дейді? Тойхан. Мына кісімен атың ауысып кеткен жоқ па сенің? Міне ғой Тойхан. Қай жылғысың? 2004. Не жұмыс істейсің? Саудамен айналысам. Не сатасың? Базарда қарбыз қау. Қарбыз қау. Бәсе бірдеңе не шығып жатыр бағанадан бері. Мен өзімнен ба деп. Ал, Құдеке, есіміңіз? Азамат. Азамат. Аружанға кім боламыз? Нағашысы. Қол соғамыз. Аружанның нағашы. Құда. Не жұмыс істейміз аға? Полиция. А? Полиция. Қолыма түстің ау. Полиция ғой, полиция. Маған бүгін ешкімнің полномочиясы өтпейді ғой, білесіздер ма? Ештеңе етпейді, полицияларда адам. Так, есімің? Ғалымжан. Не жұмыс? Менеджер. Менеджер дегенді дұрыстап айт. Менеджер. Или 100 000-ды осыған беріп, емдетіп алып. Так, атың? Ерлан. Не жұмыс? Оқимын. Қай жақта? Мында Павлодарда. Болашақ? Физрук. Жан, оқымақ қойса оны. Физруктар оқиды ма не оны? Любой адамды бізді алып сотталып келгендерді физрук болып жүре береді негізі. Атың? Дастан. Не жұмыс? Пожарка, да? А? Пожарка. Ой, жаным, өртің көп болсын. Так, атың? Бақтияр. Не жұмыс? Кәсіп. Не кәсіп? Шиномонтаж. Кәсіп деп қойдым, мен ойлап тұрмын бірдеңе мен айналысатын десем. Шиномонтаж. Татау шиномонтажды осылай мақтанатын бірінші рет көріп отырмын бар ғой. Сұрашы менен, не кәсіп деп? Не кәсіп? Шиномонтаж. Шиномонтаж деп айта салады ғой оны. 3 биге белейміз, кім мықты белейді, соған Дубайға путевка және 100 000 теңге. Мынаны шеше сал. Бірінші нені қош, фристайланы қош. Мына достары бар ма? Қол соғып отырайық. Кеттік ал. Қашан билейсің? Билеп атсың ба уже? Ой, жаным аға. Сіз барға отырып, аман есен тұрсаңыз болды аға. Бірінші орын беремін сізге. Ұстама! Бол. Жаным, ұстама ондай жерден. Өз қол жеткен жер өшір ғана екен ғой кісінің. Ары қарай кетпейді екен ғой. Қалай биледі құда? Гоша! Былай өзің биің сырттан көргенсің ба негізі? Өтте сондай жеркенш. Так, оқушы, жібер! Неге қол соқпаймыз, а? Сен де жаңағыдай сәл тұстап баспен құласаң, скорый қанша минутта келетін көрейік давай. Жібер, маэстро! Жаным, кішкен биіңмен ақылдасып бас сен жаным. Әрі қарай кеттік. Бизнесмен, шиномонтажник. Ақшадан жаман қысылып жүрсің ау деймін сен, ә? Түсіп қалды. Сен түсіп қалды ма? Мына сағат па түсіп қалған? Мынаны Тикош сыйлаған маған туған күніме, осы жақында ғана. Танымаймын. Так, бізде мына 6 жұптың ішінде бота сізге қайсысы ұнады? Ерлан. Сәлті істеген да? Сізге кім ұнады? Құда. Аружан, кән жүгіз жаласып бола тұршы. О, жаным, сен қамырды бананмен жеп отырсың ба, не істеусің? Аружанға ұнаған жұп? Азамат нағашы. Азамат нағашы. Тілеужанға? Нағашы тоже. Қасқа. Жалғыз іннің бар еді, ол да Аджари күжі болып отырған жақта. Саған нағашы болмайды ғой, көке? Кім болады? Полиция ғой бұл. Нағашы кім болады дейді? Түсіндірдің ба, кіммен не болатын? Сен өзіңді қуып жүрген адамсың ғой. Сізді кім болады дейді? Кім боласың? Қайнағасы. Түсіндің ба? Қайнағаң болады. Мына кісі, сенің қайнатаң болады. Енең болады. Танымайым қалған. Так, екінші бей лезгинка бар ма? Гоша, өзің басташы және. Гоша! Туысқандар! Так! Тоқтама, секіріп! Келесі саған билейсің ба дейді ғой? Сол кезде, деп отыр. Доса, жібер! Достары! Стоп! Сәлті! Жібер! Рахмет! Сен терме қойса да сәлті тұсай бересің ба сонда бауыр? Бұл арақты ішіп еді қай бабаң. Ішпек түгіл ауызында шаймаған. Кеттік бауыр. Міне осылай билейді ағайындар. Қыз жолдасты алып шық, қыз жолдасты.
Былай қаш. Бір көрсек көке. Ойбай. Маша мен Медведь құсап екеу. Сіз аузыңызға бірдеңе салмасаңыз жүре алмайсыз ау деймін. Гоша, қыз жолдаспен. Сальто. Рахмет. Мұна не қыламыз, Мен әшейін атыңды сальто деп қойдым менше. Сальто десем шығатта сальто тұстайды. Әшейін амандас, тыныш отыр. Так, мына 5 жігіттің ішінен сізге қайсының биі қатты ұнады? Арукан нағашысы. Жаны. Вообще вкусың жоқ па немене? Енді бұлай жігіттер. О үшін 100 000 теңгені достойно алайық жігіттер. Қолды тіремейміз, тізені бүкпейміз. Арукан нағаш, Құдай жар болсын өзіңе. Тура осылай еңкейесінде тіспен аламыз. Кім алады жаңағын? Соған 100 000 теңге береміз. Бірінші бастайтын Гоша кеттік. Тыныш отыршы. Жүр. Ал, Құдай қаласа, осы тойда бұтың жыртылсын. Неа, шабалақ қайда? Пока бар 100 000. Рахмет. Алла, ампет аға сет. Олмады ма? Арбуз. Галстугын түсте басай. Салта. Смело алады, шасын бірақ. Көрдің ба? Сендердің алғандарың бізге қызық емес. Бізге нағашы алу керек. Жүр. Енді братан, қолымнан келгенше тұрғызып берейін мұнаны. Осыған бір еңкейіп не қыласың енді? 100 000 теңге, полиция. Атаңа тұрмай атырсың деп. Көрейік братан енді. Қарным пук деп артына шығып кетсе дейді. Таспаға ұсап кетіп барды. Жо, битекші. Сәл еңкейші, өзім көмектесем. Кім жеңімпаз? Динара. Кім? Тілеужан, кімге ұқсайды десем, шешесіне ұқсайды екен. Кім жеңімпаз десем, кім деген ес? Құда. Сен даусын дым шешпейді. Так, кімнің шапалағы көп, сол кәм. Тұрып кетіп, кім қол соғады? Ана, айтпашы, төрімізде міне. Олжастың тренерлері келіп отыр. Мұхит ағамыз келіп отыр, шапалақ соқып қойып. Мұхит аға, қолыңды көтеріп қойып. Кешегі жеңісіңізбен құттықтаймыз аға. Ол да бір жеңіс. 40-қа келгеннен кейін ол төбелесеміз бе, төбелеспейміз бе, Құдай біледі. Мұхит аға шын жүректен. Ол спорт қой, ол бірде жеңеді, бірде жеңіледі. Бірақ сіз біз үшін жеңімпазсыз. Дұрыс па жігіттер? Жеңімпаз ба? Жеңімпаз. Кеше мотиватор тойда болған, оған да осы әңгімені айтқансың ғой. Жеңімпаз кім тұрып кетіп қол соғады, соған 100 000 теңге. Бірінші сальто, Гоша, арбуз, сақал және Құда. Мына жерде тұрған жігіттерімізге ең бірінші мына сальто тастап атқан жігіт красавчик. Спортсменсің ба өзің? Қай спортпен айналысасың? Дзюдо, қазақша самбо. Шахмат десейші бөпші ма? Мына сағат саған. Одан кейінгі сақал бауырым. Мынау саған. Одан кейін жаңа сағат үзіліп қалған. Бизнесмен, шиномонтаж. Мынау сізге. Одан кейін мен саған бар ғой. Мен саған осы тойдағы ең үлкен сыйлықты бергім кеп тұр бар ғой. Ана ішіндегін алып тастасаң, ана коробкаға сиясың сен. Одан кейін мына біздің лезгинкінта, басқанта, дерзкий биледі ғой мына жігіт. Екеуін келіңдерші ортаға. Екеуін қараңдаршы, 10 деген сан шығады. Осы кісіге сіздердің шапалақтарыңызбен, қошеметтеріңізбен шашлик пісіретін зат. Осы тойға келіп қыз берсе де, смело шығып, отырып, тұрып, домалап билеген нағашы Аруканың 100 000 теңге. Кен адамның баған қарап беткен бір тілеген. Өзім бір тіл сезініп кеттім. Братан, мына жерде қалаған бір сыйлығын таңда. 100 000 құтты болсын, кез келген бір сыйлықты ала қойыңыз. Егер ұятыңыз жоқ болса, сыймайды қолыңа, брат. Ол сыймайды, братан, тастайсайшы. Сыймайды ғой, сиятын нәрсе алсайшы, братан. 100 000 теңге құтты болсын, братан. Сізге мынандай кілем берейін. Бұл жай кілем емес. Бұл кілем ұшатын кілем. Білесіз бе қалай ұшасыз? Ешкім жоқ жерде кілем жаясыз, бакалашын кезесіз, бамбайсыз. Шапалақ соғай, құрметті ағайындар. Құдаға 100 000 құтты болсын, шын жүректен. Бақытты болсын. Бәрін неғып өзін. Тұрғызғаным бар, бетіп. Бұлай қара, аласаңыздар. Кел жатыр ма? Жоқ, аға келем. Жоқ, берсең 20 000 бер. Так, 10 000 теңге береді қаңыз. Бет, бүкіл ең кейгені бар жаңағы. Шөберек тұрғызғаным бар деген сияқты. Атайын, полиция қодан шықпайды шығарақшы. Кел жатыр ма? Кел жатыр, шапалақ сол жөндер. Ой, рахмет аға. Әңгіме ақша демесін аға. Бәрі ол боқтамай кете, братан.
шешең деңіз. Мә саған, мен бақыттымын. Полициядан 30 000 теңге алған Сабыржан бақытты, құрметті ағайындар. Мен дәл осы ақшаны, осы тойды көтеріп, дерске билеген жаңағы арбуз қайда, арбуз. Сол балаға берейші осы. Рахмет. Жоқ, керек емес деп айтпайсыңдар ма сонда? Байып кетші сол 30 000. Үй салып ал соған. Жоқ, өзім әрең дегенде полициядан алып едім. Арбузға барып қадалып қалғанымды айтам. Ештеңе етпейді. Әңгіме ол бүгінгі тойдағы ақша шыққан не де емес. Біз мамамызды ортаға алайық. Осы анасына, осы жәннатына құрметті меймандар бір қошемет соқпайық. Өзі ана, өзі әке. Құдай бір жағынан алса, сенің отбасыңа Құдай бір жағынан берген. Бірақ сен ойлама, сенің мықтылығың арқасында деп. Алла пейіліне береді. Пейіліне берген бала, пейіліне берген отбасы ол жасқан деп айтаушы едім, құрметті ағайындар. Я, қараңыздаршы, тым жоқ жерден, түйдей нәрседен, көке, папа, кетпеш, папа. Кетпеңіз, папа. Папа, кетпеш. Папа, кетпеш, папа, кетпеш. Шын жүректен айтайын дегенім, өзі ана, өзі дана, өзі әке, өзі дос, өзі сырлас, өзі мұңдас. Осы күнге жетіп атқан жетістігінің бәрі сенің мықтылығың арқасы емес, анаңның адалдығының дұғасының арқасы, құрметті ағайындар. Сондықтан осы анасына, Олжасханға, отбасы үшін қолымызды көтеріп бір шапалақ соғайықшы. Мен бастайын. Бастауыңнан қашпайын. Тілеужан мен Аружан, ручка выше, өлең шығарып тастайын. Апасына шапалақ, апау! Анасына шапалақ, Динара! Ағасы мен жеңгесі, бауырына шапалақ. Орнымыздан тұрайық, жүзімізді бұрайық. Құдағи мен құдаға бір шапалақ соғайық. Ана қыздың алқасы, мына қыздың алқасы. Осы тойдың барысы Олжасханның арқасы. Көңілің қалай босасын, жырдан маржан шашасын. Бір Алладан тіледім, арғындар қияметке дейін жасасын. Дәл осындай құрметпен көкірегі бұлаққа, құшағы жұмаққа айналған қызды өсіріп, оны ұзату оңай емес, Құдеке. Мен не үшін айтып жатырмын? Сіз настоящий еркексіз. Менің жасым 35-те, мен 8 қыздың әкесімін. 7 қатыннан. Так! Қалжындаймын, жететін жарымыз, үйге бара алмайтын қазір. Ораздан кейін шығып кеткенбіз ғой біз. Үйдегі үлкен қызым айтады дейді ғой, ютубтағы аға қайтады. Енді құрметті ағайындар, дәл осындай көкірегі бұлаққа, құшағы жұмаққа айналған, Аружандай қызды беріп отқан барша құдаларды тік аяғынан тік тұрып шапалақпен ортаға қарсы алайықшы. Тілеужанға сағат тағып жатыр. Қалай? Мади, Монғолия. Игіліктер атағында. Алып барайын. Ана Олжасхандарды баққаннан не пайда? Біреуі келмейді қасыңызға. Ақ ботам деп ұзат жүрейін бе, апа? Кез, апама не берейін деп асыңдар? Апама шапан мен қолына алтын жүзік тағамыз. Соныға шапалақ соғамыз осы кезде. Ой, жаным, апа, саусағыңда қамап тоғалтын тағатын. Полный екен ғой бәрі. Қолыңызда тосын. Жүріңіз, апарып тастайын. Ендігі сыйлығымыз не? Анау кетіп бара тұрған әйелмен бірге. Түбі кетіп бара тұргесін, салонмен толтырып алып кетпедім бе апамды? Жасты осы бас құда болып отырған мына Тілеужанның інісінің тойын тойлап отырған. Олжасханмен бота! Олжасханға Дизи мен Горилла десін. Қандай бір түрлі эмоциясы жоқ той ма? Бір түрлі екен, бір шапалақ ұрып, күшті бүйтіп отпайды ма? Енді куртка. Сәл тарлау ма дедім. Размер сұрау болмай ма? 48 ақ қойған, 50 еді ғой. Тілеужанның күйеу баламызды дүниеге әкелген, ақ сүтін берген анасы. Айттым ғой, береді. Анасы мен жолдасы Жанатқа. Осылай жүре берсем бола ма қалай? Аман ба? Кеше мен бұған тойдан алған шапанымды бергем. Маманы қарандар қалай киіндіріп атқан.
ютубқа кетіп жатыр ма? Иә, ютубқа кетеді. Маған короче 48 алып қойған ғой. 50 келді ғой не? В общем, аяқ деген ауырып жатыр. Той енді басталды да, мысалы бір жарым сағат өткен шығар, 2 сағат бәрі кетсе. Аяқ ауырып жатыр. Сіздердің құрметтеріңізге мына тойымыздың төріне бір әнші қызымыз келіп отыр. Қайда? Шапалақпен қарсы алайық. Маэстро! Дайын ба? Extremos juntos nuestras preocupaciones. Disfrutemos de la libertad hasta que seamos uno. Baby, I'm calling for you, and I'm stuck in a loop. Baby, I'm calling for you, and I'm stuck in a loop. Baby, I'm calling for you, and I'm stuck. Тілеужанға бір сыйлық келді. Қараңыздар, донер Набая и бургер Набая Тілеужанға арнайлап, Аружан екеуіне осындай торт жіберді. Донер Набая мен бургер Набаяға алғысымызды білдіреміз. Бургер Набая, тамақтар өте керемет. Көп-көп рахмет. Бүгін тойымызға бір ерекше қонақ келді. Күн керемет болып тұр бүгін. Палуандар. Ассалаумағалейкум, қайсыз? Дұрыс аман болсын. Кетіп барасыз ба не уже? Қайтеді енді жас қазір контракт бәрі бітейін деп отыр. Енді осы. Иә, қалыңыз ағай. Кешігіп келіп еще кетіп баратсыз. Сенің қуанышың үшін, осы сенің бауырың үшін келіп отырмын. Болды ағай. Бұнау 500 километр жүріп келіп қайтасыз ба енді? Даканса болады бәрі. Кетіп қалып жүрмеңіз. Өзіңнің құрметің, өзіңнің міне сыйластығың арқасында қаншама үлкен ағаларың басын қосып жатсың. Әдемі. Бұл не сұхбат па не? Бұл мен ютубқа түсіріп жатырмын ғой. Ертең бұйыртса өскенде балаларыңызға көрсетесіз балаларыңыз. Құдай қаласа. Әумин. Алла қаласа. Естелік қой. Бүгінгі видео ертеңгі тарих қой. Болды ма? Иә. Қайсысы? Бәрі жақсы ма? Настроениеңіз қандай? Нормально ше? Жаңа келіп жатыр да, дүйсем мынаған қасында бір жігіт бар екен. Сөйтіп маған келіп, бой қалай болды дейді да маған. Мен айтамын да, жігіттер бойдан басқа қоятын сұрақ жоқ па деймін да. Бой қалай болғанын көрдіңдер ғой. Сол сияқты басқа да сұрақтар өте көп қойылатын, дұрыс па? Бой қалай болды ағай? Десе, бой қалай болды? Бой әдемі өтті. Өзіңе ұнады ма? Мощный болды. Алла қаласа, иншалла реванш да. Будет. Уже өзі сұрап жатыр екен ғой. Бірақ машине тігемін деп не қылып жатыр екен, бірақ ода машине бар екенін білмеппін. Не машине тігейін деп жатқан. Сізге мына машинаны тіксін деп тұр ма? Енді бұл 25 миллион машинесі бар ма ода? Бұл неше 6-шы машинаңыз ба ағай? Негізі 3 машина ғой. Үшеу Аха. Аналар жұмыстың машиналары. 2 машина жұмыстың машинесі. Реванш болады деп ойлаймын ағай. Реванш бұйырса. Бокспен болсыншы, бокспен. Стихияңызды көрсетсеңші болды. Өзі қақпанға түсіп, өзі бокстан деп өз аузынан өзі авария тауып жатыр ғой. Болады. Өзі айтып жатыр. Жоқ, мен таңғалып жатырмын да. Реванш машина тіксін дейді да. Балалардан сұрасам, ағай машинесін көрген жоқпыз дейді. Мен де оны Астана қаласында келгелі машинамен жүрген көрмедім. Кобальт бар дейді ода. Кобальт деді ма? Вроде мен естуім бойынша. Кобальт дей ма, акцент дей ма, білмеймін ғой енді не болса да. Сонда ол приблизительно бір 4-5 миллион машинесін қойып, маған 25 миллион машинесін қойдырып, сөйтіп ойнақысы келіп жатыр ма? Без лоха жизнь плоха. Біз сонда не лох болып тұрмыз ба не? Ол жерде андай сізге не істеп жатыр ғой? Типа принципиально. Иә, принципиально. Бұл жерде былай ғой. Бұл жерден кішігірім сұхбат болып кетті ғой. Этот реванш маған дым қажет емес. Но бірақ ол по-любому келеді да. Ол реванш оған керек. Ол как хайп бітеді, қайтадан орнына түседі. И қайтадан артымыздан жүгіреді. Бұл жерде мен айтайын деп отқан, мен берген оған абырой, атақты, мен берген шоуды оған ешкім бере алмайды. Так что артымыздан әлі ит сияқты жүгіретін болады ол бала. Аман болсын, не дейміз? Машине болса, машине тігеміз. Кобальт болса, кобальт тігеміз. Басқасын болса, басқасын тігеміз. Бірақ басты мақсат міндетті түрде өзіміздікін аламыз. Рұқсат болса тойға кірейік енді. Болды. Болды, бұйыртса реванш, иншалла күтіңдер. Ағай, кетіп қалып жүрмеңіз. Кете берейік біз. Сіз хотя бы 10:30, 11-ге дейін отырып тұрсаңызшы. Бәрібір қазір кетесіз, бәрібір. Тойханасы
тосын бердің ба? Тойханасын кімге беру керек? Қазір сіз шығады екенсіз ғой? Жоқ, Тос айтуға шықпайсыз ба? Өзіне бересіз қазір. Жүріп тұрайық енді сөйлеп беріп. Тос айтсаңыз шағай. Айтамын ғой тос. Жоқ, жаңа бересіз тойханасын. Ұят болып қалмасын. Кебап, чай кебап тегін ауқат жеп кетті деп айтпасын. Жоқ, иә. Келгендеріңіз өзі маған сыйлық қой. Бұқиды ағам кетіп қалды жеже. Айтқан жақсы болды, сіз қашып кетейін деп тұрсыз ғой, тек қана. Бермейін деп жүрінші. Техничный кетіп қайдап тұр. Самсақ қалтасына. Болды. Бірінші конверт. Үйтіп әйтеуір бірінші столды бітірдік. Аяғым әрен ұстап тұрмын ғой, ұйықтамаған ма түнде мен. Чотан радны. Бұқидай қашып кеткен жоқ па? Жоқ. Болды. Братан, сіз қайда жоқ болып кеттіңіз? Машинада отыр дейді ғой сізді. Ой, қойыңызшы, братан. Осынамыз. Братан, шашыңыз айқайлап кетті. Ұйықтағансыз ғой машинада, иә? Братан, өтік. Тойға келді, машинада отырып, бағанда мен ойландыш. Вообще тойды көріп отқан жоқ. Айбек братан іздеп жүр ғой. Қайда? 2 сағатта келдік қой біз. Тойдамыз. Той құтты болсын. Аға, отырыңыз, иә? Машинада сосын ұйықтайсыз, қайтарды. Жақсы ма? Кетіп қалмаңызшы, өтініш. Сізді тос айтады деп отыр ғой, әдемі. Бол, тілек құтты болсын, жастар бақытты болсын. Сонау Шығыстан, шайырлардың мекен Абай, Мұхтар Шәкәрім туған жерден келіп тұрмыз. Өзім күйеу болам, Олжасхан, I love you ғой. Неғыл дейсіңдер? Тық. Біреке. Бауырым бақытты болсын Олжасхан. Әулетіңе қызық туған тілейміз. Бұл ағамыз жаңа бет ашқан ағамыз ғой. Барлық жақсылық тілейміз. Елдің үлкендердің тілегі, анамыздың, әжеміздің тілегі қабыл болсын. Жолдарыңды жарқырап жүре беріңдер. Ал біздің атымыздан дарадан бір би. Братан билеп жүрсің, братан билеп. Сөйлейік та бізде. Айтыңызшы. Ол жеке інім жүректегі махаббат мәңгі ешек әнгі деп отыр. Бүгінгі тойың құтты болсын, бауырым. Қолыңсың көктем құс көңілің естеніп, басқа екен. Той құтты болсын, бауырым. Не алдыңыз, братан? Естеніп неғылымы шығарамайатым жаңа жанымда ақын тұрғаннан кейін неғып қалатымды сәл закөрсетіп қалатым ше. Құрша аузына тығасың ба неғылдың? Той құтты болсын, не дейміз? Алла разы болсын. Сонау қайын жұртынан сұрайым келген ағамыз. Прикол ұстап қойды, прикол ұстап. Ертең боксқа қатысам, бітші шығады болғам, күресінен Алтайда. Раз ба? Сен мощный істеп қойасың ба? Мұн жақта кім бар? Жүр кеттік. Мұна жақта су жаңа семья, пикми, Садрадиннің несі, альбомын көріп, обложкасын үстіне киіп кепті сразу. Жоқ, бұл негізі неге розовый білесің ба? Мен түсіндім, мына көйлекпен араластырып жүріп жүрген ғой, ақ футболка ғой негізі. Ешкімге айтпаймыз деп ойлағанбыз негізі. Жоқ, негізі солай ғой, иә? Жоқ, олай емес, негізі натуре розовый футболка бұл. Жоқ, бота мен осылай құртқан бір футболка. Жоқ, Аружан бота емес қой. Ай, бе. Жоқ, бота құртпаған давай кеттік. Бұл неге осындай білесің ба? Ертең шілдеханада бірінші қыз болсын деп, нағыз еркектен қыз туады дейді. Машалла. Сондай ниетпен роза болып келгенбіз ғой. Машалла. Әумин, айтқандарың келсін. Біздің көк киіміміз де бар, негізі ана жолы моносонгсын гендер патиына барғанбыз, тоже көк болып киініп келдік сол жерге. Мына бүгін розовыйымыз көрдің ба? Машалла. Айтқандарың келсін, иншалла. Құдай қаласа. Бұйырса көреміз енді. Ұл болсын, қыз болсын, ең басты денсаулық болсын. Бақытты болсын, братчикамен келді. Микрофон істей ма, негізі рас па? Істеп тұр әдін? Деш. В общем, Сабыржан, братан! Ана жақтан бір қызбен келатсыз, не істеп келатсыз? Спес Золушка дегенді құратын бар ғой жастарға. Сол айтады да, қазір ортаға шыққан кезде светтердің бәрін қараңғылап өшірші дейді. Өйткені қараңғыда мен жақсы жүремін. Сосын не дейді? Өзіңде бәрі жақсы ма? Қашан басаймыз, братан? Қазір екінші вақыт. Кіреміз! Семей! Машинаға бармаймыз. Кіреміз прямой. Құдайге, сіз есік ашып тұрғаныңыз, кірсеңізші. Жоқ, құдайге. Бүгін қонақсыздар. Әлі талай есік ашасыздар деп қоясың ғой жаңағы. Қайратындас қалайсыз? Неше очкиіңіз бар үйде? Біреу қонақ па? Ата не понимает мой прикол. Талай әпшу көрген ағамызда қоясың жаңағы. Қазақстандағы номер 1 уролог. Машинасы нөмірі 010. Ураган деген. Ағам 500 мың теңге атты ғой Каспийға. Чотан ба? 500 мың теңге тойға деп. Урологтарда ақша жетеді. Жігіттер көп қыдырыңдар, жүріңдер. Артынан осы ағамызға барасыңдар. Жақсы. Той құтты болсын. Такан соғыңыз аға. Жұмыстарын атмена жасап мен үшін келді. Самолеттің бәрі күйіп кетті, короче. Ұшпайтын болдық. Такан сау бүгін. Алла разы болсын. Болды аға. Все. Дамба, братан. Шеге жұтқыз ағамыз. Не дейсіз қат? Шош дейсіз ба? Қазір шығамын бір тосан кейін. Болды. Кіреміз! Кір, братчика. Есік алдында тұрмана, братчикалар. 2 жас бақытты болсын. Құршы, түсір алдым ба? Болды, әдем кеттің. Мен жігітім қайда? Жігітің келеді қазір. Пекми мұрты бар қыз. Жігіт, кіріңіз. Кір. Да, батан, кіріңізші. Болды, жабық. Кешіріңіздер. Акуле, давайте, стористар түсіру керек, давайте. О, мұқидағы. Кіреміз.
السلام عليكم كيف حالكم أخي؟ الحمد لله الحمد لله. كيف أنت؟ الحمد لله. إيه جواليش؟ أخي қақта أخي? Axi жоқ ол. Нақ келмеді ол? Білмеймін, бір жақта жүр. Соны қинайын деп едім ғой, өткенде сенің заказың бойынша. Что-то келмеді. Сен келмей қалдың. Ақи сен Құдай деген адамсың ғой, келмей қалдың. Сақтады сені. Жүне кетіп кіре берейікпіз өзіміз. Все, братан жайғасыңдар, отырыңдар. Мына жақта әкесіне. Уақыт жоқ. Тез қоятын сұрақтарын қойып тасташы. Мощный киінесіз сіз. Стройный қазір. Не дейсің бауырым? Бой берген ғой. Қалай той? Той вообще теріс көтіп жатыр. Бүгін Павлодарға бірінші рет келіп тұрмын, Екібастұз Павлодар облысына. Өмірімде бірінші рет сен үшін келіп, осы жерім бірінші рет басып жатырмын. Құдайға шүкір. Папанды алып келші деп еді, папасы сәл. Батя кішкене емделіп жатыр, уақыт жоқ. Уақыт болмай жатыр, Алла разы болсын. Алла разы болсын. Молодец, бауырым. Осылай бауырыңның тойын көтеріп, сенің орның басып жүргеніңе құрметім шексіз, бауырым. Осылай алға басып жүрген. Красавчик. Мынау жастарға өнеге болып жүрсің, бүкіл отбасыңмен молодец, алға баса беріңдер. Алла қаласа Тілеужан бауырымыз елге өнеге тәрбие беретін бір үлкен әулет болсын, Алла қаласа. Амин, айтқаныңыз келсін. Амин, айтқан келсін. Білесің ғой, өзіңе қандай жақсылық тілесем де сіздерге сондай тілеймін. Амин. В общем, екінші стол басталды. Бір зеги гол ашып алмасам болмайды енді. Ана жақта love story көрсетіп жатыр. Қаме сендерге вообще потолок нәрсе көрсетемін. Подругаларың бар ма мына тойханада? Бар. Мықты андай қыздар бар ма? Өзін әдемі санайтын түрі онша емес болса да андай болады ғой. Жыртатын биді. Кім бар? Дружка. Дружка. Аты кім? Амилия. Қалай? Амилия. Лилия дей салайшы, басын айтпай қойшы. Мен өзің кайф ұстай береді екенсің бе? Тағы бір подруга. Аяжан шақырып. Сестренкам. Аяжан, сестренка! Бол, бісміллә, болды, қой. Кім Аяжан? Жан, асықпа, әлі басталған жоқ, оң жаққа тұра қой. Кім бар қыздардан? Андай болады, шашы ұзын, тырнағы ұзын, қазақ айтады, тырнағы ұзын қыз, мұрын таза. Кім бар? Әпкем, Бота. Бота! Тағы кім бар? Жасқа қарамаймын. Қарама, 85-ге шейін ұра бер. Жаным, мынау кімнің баласы деп бітті. Ау! Ардақ Ләлә. Ардақ Ләлә! Рахмет. Бірдеңе сұрабасыз ба мені? Бір түлкі мейді. Сіз шақырыңыз бір қыз. Диля. Бастадың ба, до конца істе адам нервісіне деп. Енді бейтіп атсам. Тағы бір қыз бар ма андай? Халал той десе шайнек іздеп жүретін. Кім бар? Ол керек жоқ па? Қайда ол? Ол емес, еркек қол братан. Қарасайшы жан-жан. Құдағи, Бота мамасы. Рахмет. Болды, бірінші орын құтты болсын. Ана жаққа тұра бер. 1, 2, 3, 4, 5, 6 қызымыз. Енді сұрақ, қандай фрукты жақсы көресің? Клубника. Клубника. Сіз? Киви. Жүн, иә? Сіз? Алма. Алмұрт. Банан. Өзімді ойлағам солай деп. Жақсы, банан. Сіз? Гранат. Әркім өзінің фруктыйына ұқсайтын бір жігіт тауып келіңдер давай. Бананды көргім кеп тұр менше. Ой, Алла, бананды қараңдар. О, Алла. Банан ба или Астанаға Абу Даби ма мынау? Құдай жан, сіздікі не еді? Граната, банан. Киви. Қой мына, болмайды онады, дым жоқ қой. Жақсы, сіздікі? Клубника. Сіздікі? Алма. Өзің алман ғой, екеуің бір үйдің алмасы емессіңдер ма? Кім? Алмұрт. Міне киви, киви осындай болады, жүн. Ё-мая кәді. Жаным, ау сен не жегесің құдайым ау? Банан түбінен жұтқансың ба, не істегесің сен? Дерзкий музыкаларынан дайындап бастайтын құда мен құдағиға қол соғамыз. Генерал құда, новый құда, кеттік жібер. Сізге Құдай осындай құдаларды берген, қыз беріп жатырмын демейді, бүйтіп жатыр. Жаным, банан, келе ғой. Баяғыда бір жылан айтқан екен, шіләңге ғашық болып қалды. Кеттік ал, жібер! Ассалаумалейкум, басы қайда? Мына жақта так. Не жұмыс сенде? Детейлинг. Ол не? Обслуживание автомобиля. Асма сен көлікке не? Жолаш. Өздерінің торттары барғанша донердің абайын торттарын апарып берейік жүріңдер. Құлатып алып жүрмейік. Тілеужан, мынау. Донердің абайын. Донердің абайы. Қалай? Вы лучшие! Осыдан кейін Аружан мен Тілеужан тек донердің абайы жейді, бургердің абайымен. Мына тортты, мына жерге әке қойып көш. Қалай, ұнады ма? Тема, Донердің абайы, вы лучшие. Алдында мен туған күніме 1 миллион теңге берген олар. Көп рахмет. Табыстадық аманаттарыңызды. Ой, жаным. Құдай қаласа, ана ол жасқан сақал қойса осындай болады еді, Құдай қаласа. Кет, қайнатасы!
Мына жұпқа қандай баға береміз? Әдемі. Киви, жібер. Сен тұра бер, өзі істейді бәрін. Қармаққа ілініп қалған не тұра бер, сен бүйтіп тұра бер. Мына өзі айналады, аяғын көтереді, бүйтіп өзі. Кім? Арбуз, бергеш. Сен құдайың мына жазаң бергер. Бағана 30 мың алдың ғой, соң ақтайсың да жерде. Жаңағы жақсы ет негізі, білген істейтін. Құдай кім тырнақ кеттік. Екеуін қоссаң 19 килограмм шығатын сияқты. Әйелің ба? Құдай жеңілдің берсін бауырым. Өз Құдай солай қосады, біреуін сөйлейтін, біреуін сөйлемейтін ше. Жақтың өзі сондай ғой, тілді жақпен қаптап қойған ғой. Так, бастайтын банан. Кет. Деп ламышқын ауыстырып таса. Бүйтіп бұрап ше. Кет, құдағи! Нормально, әкетеді кестір да? Ботасы, папасы мынандай, мамасы андай. Қойған, сен қақтан бұлай тақуа бұл шыға келдің? Мамасы бейтіп атыр, папасы бейтіп атыр. Сен жүрсін, әлхамдулилля деп. Енді әкесі көрген. Құдаша, жібер! Мұнан көреш, кеш сен. Түкірігін жұтамай өтсің, кеш бері қарай. Не жұмыс істейсің? Жақсы ұстасын, қабыралсамыз. Жаңа, бейін салып берейін ма? Құдашаға сай келетін кім бар? Кеш, жаным, бизнесмен, шиномонтаж. Жіберші! Бар, қырай, кішкентай қызға бейте ма адам деген? Ол өзімен, ол сендерді көріп тұрған жоқ, ол өзімен өзі. Кеш, екеуің, қызыл киіп алған, екеуің біреу. Андайсыңдар ма? Жоқ, бәрі тасып ұстабағанда бейтіп ше. Сен кеш. Тілің тарт ішке. Басынан! Өлтірсе, осыны өлтір. Құдан алып кетсін сосын жерден. Молодесе, міне. Қалсын ба, мына бала, қалсын ба? Атың кім сен? Данияр. Не жұмыс? Электрик. Көрін тұр бейің өзі тоққа түскен. Кімнің поддержкасы көп екенін көріп алайық. Даусың, Аружан айта бер, ана қосылады. Міне не шығын. Кім? Дончик дейді. Дончик. Сіз? Айжан. Қайын жұрт па? Мен қайын жұрт дегендер, яғни құдаша дегендер бір қол сауыз ешіш бар ма сондай? Құдаша дегендер. Тағы бір музыкадан бастайтын кет құдаша. Анау не? Шошып кеттім, бірден шығып кеттім. Сақ қойған, жынды ма? Шошып кеттім, бісміна. Бірдеңе бейтіп атыр да, бейтіп атыр. Еміне де қоям. Өт светта бір төлі кетін өзің. Банан! Құсай ма? Бұл жерде бір жұп қана қайтады, екі жұп финалға таласады. Мысалы, мен өз даусымды Құдашаға берем. Жігіжан, кім қалсын? Құда! Ердуған. Кім қалсын? Ердуған. Құда! Мен өзім шешем, кім қалады? Кім шешет? Сіз. Кім шешет? Мен. Охрана! Мына жерде күміс па, алтын ба мынау? Күміс. Мен сіздер қол соқсаңыздар, 2 жасталық қалайын, брата. Или барасыз ба? 2 жас қалсын, қызық болсын деп атқаным, жастардың тойы ғой. Сізда жассыз негізі. Ана мынау жастан әдемісің, брат. Красавчик. Айтшы, просто красавчик қой да, құрметті ағайындар. Аман болсын. Мынау сізге күміс алқа және қайнатаңа не бересің? Осы үйдің адамсыз ғой, біреуін аларсыз. 2 жұп. Жан, киви мен бананның жары солай да отыр. Мама. Супер приз, индийский билейміз. Бірінші бастайтын. Кішілерге жол береміз. Да, екеуің бастан. Лезгенкі қол. Сен кішкене Индияға аузына ештеңе тықпайды бауырым. Индия маңдайына тығады. Так, сен ана төбеден түсесің. Или мына төбеден түссе, ана төбеден. Сен, короче, битті құласай баспен. Сосын скорый шақырайық, неше битте келетін көрейік сосын. Так, мына жерден бастап айналып билейсің. Өзі қотыратқа соқырат болайын деп жатыр мына жер. Бастадық. Құдашаға шапалақ бар ма? Сол кезде жігіт көзін ашайын деп, бар ашылған сол болып, қызды іздеп бастады. Аяқ киімін шешіп тастады. О, сорлы.
Рахмет. Басқа аяқ киім ұлтарағын салып алған ғой. Туфлиға кроссовкың ұлтарағын салып алған ғой. Мұрным бітіп тұрады как раз. Сөйтіп қызға жүгіріп барады. Сырғанап барады. Жоқ, зелеп сырғанап барады. Шапалақ қайда? Сол кезде қыз Зита! Сен дауысың мужик болып отыр ғой жерде жаным ау. Сәл нәзік қыз сен андай Зита емес, Зита. Ау, деме? Зито! Мен сені алып кетуге келдім. Аяғымды жұлып кел. Аяғың жылжытып кел дейді. Сол кезде тұрсай сен бұл тұрсай. Қай жаққа алып кетпекші? Екі бассызға. Ендеше кел билеп көрейік. Ендеше кел бер. Анаған айт, маған немене кетіп отырсың? Сол кезде музыка кетті, қол соқса қайда? Бірінші жұпқа қандай баға береді? Красавчик бауырым, шын жүректен міне, мен өзім риза болып, бағана енді анау мынау деп жатыр ғой, өзім атынан саған ұлтарақ. Мама, қолыма зың қолын. Андай нелер болады, зунипастылар болады ондай. Я деп қояды. Искеп көрсем бірінші анан. Бір кезде осы екеуін қарап тұрған банан талдан салбырап түсе келді. О, қасқа. Осылай билеп атқанда қыздың бывшие келеді. Сен кекіріп атсың ба, не істеп атсың? Аспаш? Сен кімсің? Мен қызды алып кетуге келдім. Сен бывшийсің ғой. Мен оны бермеймін. Таласпаңдар, жігіттер. Сол кезде банан жындан аттанды. Сөйтсе бананның іші ауырып жатыр екен ағайын. Шапалақ соғайық, құрметті ағайындар. Красавчик. Кеш бауырым. Білмеймін, сендерді білмеймін, мынау жұртты мен еше. Кеш, наған бірдеңе берші. Сағат берейші бауырым. Красавчик. Жұмыс істейсің бе сен? Жоқ, оқимын. Не оқисың? ПГП-де оқимын. ПГП-де оқимын. Марғұлан университет. Не болды бауырым, киви болып шықтың да, қайсысына береміз? Бананға или анау ұлтараққа? Ұлтарақ. Сен ескеп көрдің ба конкретно? Ұлтарақта қояды ғой. Мен өз дауысымды бананға берем дегендер қол соқсын. Өз дауысы ұлтараққа берем дегендер қол соқсын. Майкл Джексон қойшы. Майкл Джексон. Ач киіңді өш. Ұлтарақ. Шешті, киме анан. Ана пока кимесе. Аяғын сәл таза бол. Мына жеріне аяғы тиіп кетті да, иісі қалды. Майкл Джексон, банан. Естіп атсыңдар ма? Мен естіп аттым. Бүйтіп аттым. Бұл массажерді достойны жеңіп алған бірақ жігіт, я? Ұлтараққа берсек лайықты ма? Яны, молодец. Таза ауылдың баласы ғой міне. Таза қарапайым, я? Аңқиып тұрған, красавчик. Әке-шешең бар ма? Анам бар. Анаңыз үйде ма? Үйде. Міне осы тойдан Олжасханның анасынан, Олжасханның отбасының атынан анаңызға дәл осы сыйлықты сыйласын. Шапалақ соғайық. Сенді тілін шығарып аңлан деп атыр. Амилайын ба меса. Так, құдашамызға күміс алқа. Оригинал Дайсон құдашаға. Және сковородка. Рахмет. Одан кейін колонка. Одан кейін сумка. Осын біреуін таңда. Ала бер. Бәріне лайықты шапалақ соғамыз, құрметті ағайындар. Аружанның құрбысына дәл осындай сыйлықты табыстауға рұқсат етіңіздер. Қошемет соқпайық. Және біздің красавчик бананға дәл осындай бір емес, екі сыйлық. Аман бол. Мынау сыйлықта әлемнің 120 тілінде мен сені жақсы көрем деген жазу бар екен. Шапалақ соқпайық, құрметті ағайындар. Неше тіл білесің? Айтпаймын. What? Білсем де айтпаймын деймін. What? Білсем де айтпаймын. Бананның несі ғой, кесірі ғой. Так, Динара ханымның баласына жасап атқан тойы қалай өтіп жатыр? Шапалақпен көрсетіп жіберейікші. Музыкасыз. Енді келесі сыйлығымыз. Осы тойханада көп бала тапқан аналар бар ма? Көп бала тапқан. Кім бар? Атыңыз? Гүлғайша. Қанша бала? 5. Шапалақ 5 бала. Алла берген? Айгүл.
Алла берген Айгүл дегеніз. Құдай берген Сабыржан болады есім. Нешеу? Бесеу. Бесеу, шапалақ. Бесеу. Здравствуйте. Саламас. Атыңыз? Наташа. Наташа. Нешеу? Алтау. Бесеу. Жолдарың болсын. Бесеу, төртеу, аджари күжу. Алтау. Нешеу? Алтау. Алтау. Және апамда? Құсы айтпаймын. 14. 9. Өзі білет шығар қанша туған нелерің бар? 13 ба? 9 ба? 9. Қайда? 9 баласы. Келдер бері қарай. Так, мынау алтауларға. Алтау деп қояды. Апам 6 баланы әбетке үшін туып тастаған. Сіз қазаққа келінсіз ба сонда? Иә. Неше жыл? Уже 45, 33, 24 или полгода назад. Сколько? 40. Кто его муж? Аға, келіңізші бері қарай. Көке, міне, мұрт бар жерде құт бар дейді біздің қазақ. Мұнан алып басқа қысты қоймайсыз ба? Бәрі мұртыңызға жабыстырмай. Міне қараңыздаршы. Міне махаббат. Махаббат ұлтқа, махаббат жасқа қарамайды, құрметті ағайындар. Міне 40 жылдық махаббат алдарыңызда. Қалай үйлендіңіз? Досымның тойында алып қаштым. Міне осы кісін, басқа көрінбеді ма көзіңізге? Или ішіп алып, церкіп жақтан өтіп барып алып кеттіңіз ба? Дайсын қайда дайсын? Мынау өзіңізге керек нәрсе. 4 ұлды, 2 қызды асырап отқан ағамыздың балдары бізге жұғысты болсын, Құдай қаласа. Аман болыңыз аға. Ой, жан, әкеш аға бас. Кислый ана. Лимон бәмі шығатшы. Аға, ана қазақта сөз бар ғой, жұғысты болсын деп. Тұрсүйім ба бірдеңесі береді дейді. Қоя беріңіз қыз. 6 баладан кейін тұрсүйді қамаша. Так, мына кісіге дәл осы сыйлықты берейін. 3 қыз, 3 ұлыңыздың рахатын көрін. Шабала соқпай құрметті ағайындар. Төрлетіңіз. Мынау тұрған апамның ұл қыздар. Қайда? Динарада осы кісінің баласы емес па? Алла тіл көзден сақтасын. Керемет көрініс па? Көре алмай отқан жоқпыз ба? Анашым, атам кетті ма? Кетті. Енді 14 баладан кейін демалайын деген шар өксіді. Солардың атамның көрмеген қызығын сіз көріңіз. Үлкені қай жылғы? 62. 62. 64. 64. 67. 67. 69. 69. 9 деп сөйлейді кендесіңдер де? Бағанада жасыңызға 9 бала деп, 9. Онда құлияқтарын естіп отса шепелақ соқ жіберіңіздер. 69. 71. 71. 74. 74. 78. 78. 81. 81. 83. Ең кішкентайы, Құдай жандарым. Мен бір күшті нәрсеге куә болып тұрмын. Мына орындықты берейікші. Апа отырыңыз. Бүкіл әлем, бүкіл ел көріп атқан той. Құрметті жастар, құрметті ағайындар, анасы бар адам, басында алтын тәжісі бар адаммен тең. Оны тек анасы жоқ адамдар ғана көреді. Дәл қазір мынау тұрған ер азаматтар, сестра қолынан ұстап алыңыз. Былай қарай шығыңыз. Чисто мужская тема болайын деп тұр. Жігіттер, міне сіздердің бақыттарың, міне сіздердің жәннаттарыңыз. Дәл осы жәннаттарыңызды дәл қазір жетеуің, жеті жақ понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье ұқсап тұрсыңдар ғой, жерде ше? Понедельник, очки киіп ал. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Ананың табанының астында жұмақтың кілті бар деген хадис бар. Бұл хадис жай хадис емес. Сіздер бір жетістікке жетсеңіздер, анамыздың арқасы. Елдің көзінше үлкенінен бастап анамыздың маңдайынан бір-бір сүйіп шығайықшы. Біз мына жақта отырып тамсанып қол соғайықшы. Ананың қадірін айтайын, балаға деген ықыласын санаға салып байқайын. 9 ай 10 күн көтерген, мехнат тартқан төтеннен, еңбегінде етөлген, зират қылып сыйынсаң кемемес құбыла мекеннен, қадірін оның білмесең, қызметінде жүрмесең, ұрғаны Құдай жетеңнен. Жақсылық қылған піріңе, жамандық қылсаң тіріде, жазаңды Алла тартқызар, орын жоқ жәннат мекеннен. Құйрық шайнап май берген, ұнтақтау жерден жай берген, анаңның қылған қызметін күнменен жұлдыз ай көрген, анаңдай ғазиз мейірбан табылар саған қай жерден. Баршаларыңыздың аналарыңыз бар болса, дәл осылай маңдайынан сүйіп тұрыңыздар. Ананың исіндей әтір дүниесінен таба алмайсыздар. Құрметті жастар, біз өсеміз, өнеміз, кетеміз, бірақ анаға біз ақша, байлықпен қуантудың қажеті жоқ. Келіп маңдайынан бір сүйіп, анашым рахмет десең, қажылыққа барғанның сауабын 7 ұл алып отыр дәл қазір, құрметті ағайындар. Міне, аналарыңызды құрметтеңіздер. Апа, күшті ма? Күшті. Жоным апа. 7 балаңыз сүйгенде көңіліңіз босады ма? Босады. Ойлаған жоқсыз ба сүйеді деп? Ойлайым ғой. Жоқ, бүгін да
дәл бүгін сүйетті ойлаған жоқ. Ол үшін ғой мен қымбат тамадамын, апа. Ойламаған нәрсені істеймін. Міне көрдіңдер ма, балдар? Өзім жүрегім елжіреп кетті. Аналарыңыз аман болсын, Динара. Келіндерің құтты болсын. Келіндер семья болып өздерің бір фотоға түсіңдер. Қайсысы қолыңызда, апа? Қайсысы қолында? Жөнім. Ең спокойно іліп алсыңдар да. Мынаның барлығы ешқандай ана ресторандағыдай коробка емес. Реальный торт, құрметті ағайындар. Қол соқпайық. Самал кекс. Мен бір-екі жер коробка енді, құдай кешірсін. Тілеужан, тортты кімге жегізесің? Мамаңа или жан-жарыңа деген трендті айтпаймын мен. Ол семьяны құртатын тренд. Ол шайтанның шығарған тренді. Қазір сен әйеліме берем десең, ан жақта анаң ренжіп қалуы мүмкін. Анама берем десең, әйелің ренжіп қалуы мүмкін. Сондықтан картопты жарда қайнатаңа берсейші. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Осы шапан, осы алтын бәрін историяға рекламамен алған құтты болсын. Таныкі ғой, мұрсқой ғой, кім тікі дегеніз? Біреу женский, біреу мұрсқой. Оранжевый деген жерсе қызық болсын. Давай, құтты болсын. तू जदों हसदी है ना लगदा है शहर रुक जांदा. Құдағиға шапан жауып отқан менің құдам. Ертуған деген ботаның әкесінің атынан шапала соқпай, құрметті ағайындар. Құда, фотоға түсек. Құда, өмір шапан кимеген адам құсап. Общий түсек та, общий бәріміз. Сөйтіңдер да, сосын өздерін тауып алыңдар сол фотодан. तेरी गगलां दा नशा हो गया, दिल मेरा बेवजह खो गया. रातां नूं तेरा चेहरा दिसदा, सजना मैं तेरा हो गया. तेरी अखां वाली वाइब कुड़े. Қадірлі меймандар, бүгін осы кешті Тілеужан мен Аружанның тойын барлығы күтіп, бүгін міне осы күннің нүктесіне де жеттік. Тойдың болғанынан болатынысы қызық. Оның бәрін береміз. Құйрық бауырыңда береміз, бауыр құйрығыңда береміз, етіңді береміз. Бәрін береміз. Ең бастысы төрт көзіміз түгел кезде барлығына бір-бір рахмет айтып қояйық. Қадірлі меймандар, Тілеужанның анасы өзі Динара сондай өте қарапайым, өздеріңіз көріп отырсыздар, жаңа құрбысы да айтып жатыр келіп. Рас сондай кісі ма негізі? Бірауыз тілек. Тілеужан, Аружаным, бақытты болыңдар жандарым. Ең бастысы, дендерің сау болсын. Ешқандай жамандықтарыңды көрсетпеңдер. Әрқашанда тек қуанып, күліп, жайнап жүре беріңдер. Сендер бақытты болсаңдар, біз де бақыттымыз. Барлықтарыңызға рахмет, көптен көп. Бүкіл туған туысқандарыма, осы отырған барлықтарыңызға бір ауыздан рахмет айтқым келеді. Көптен көп рахмет барлықтарыңызға. Олжас жалғастырсын. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Жиналған тойшыл қауым, туысқандар, жақындар, достар, Тілеужанның достары, сыйлап алтын уақыттарында бөліп келгендерің үшін көп-көп рахмет. Көп созбай-ақ қойын. Бауырым Тілеужан, мен сені қатты жақсы көрем. Бұл жасап жатқан тойым болсын, шығыным болсын, бұл менің міндетім. Ағалық міндетім, әкелік міндетім. Мен сені шын жүректен қатты жақсы көрем. Артымнан ізімді басып келе жатқан жалғыз бауырым сенсің. Сенен артық менде жақын жоқ. Бұл өмірде саған қанша шығындалсам да, қанша уақытымды құртсам да, мен өкінбеймін. Себебі сен маған өте қымбат жансың. Біз әкесіз өстік, бірақ осындай алтын ананың арқасында біз әкесіз өскенімізді сезбедік. Адамдарды жас емес, жауапкершілік қой есейтетін. Бізді міне осы жауапкершілік осындай жасымызда осының барлығын түсінуге міне алып келді. Мен сені жақсы көрем. Аружан, екеуің бақытты болыңдар. Мен сендердің әрқашан
қызық қуаныштарымды ғана естігім келеді, және де есту үшін де мен көмектесем, әрқашан жанынан табылам. Әркез мен сенің өмірің соңына дейін жан ағам болып қалам. Әкенің орнына әке болам, ағаның орнына аға болам. Әркез мен сенің жаныңдамын. Сен жалғыз емессің. Бергел. Кел жаным, жылап отыр. Ана сүтін ба, агушасын ба берсеңдерші нан. Нағыз туысқан, міне, нағыз бауырмалдылық, құрметті ағайындар. Олжас, рахмет. Ағасы інісіне той жасамақ түгіл, ағасы інісінің інісі ағасының жағдайын сұрамайтын заманда өмір сүріп жатырмыз қазір. Бір дүниенің құлшын, бір тақ үшін, бір болмашы дүние үшін әкесінен, шешесінен, бауырынан безіп атқан туыстарды көріп жатырмыз. Бірақ сен нағыз еркексің. Бұл еркек Олжас. Нағыз еркек, нағыз аға, нағыз тұтқа. Бауыр деген бір әлем амандығын тілейін. Динара, осы күнге шейін не істедім? Қандай ақша таптым, қандай жетістік керек емес. Міне жетістігіңіз. Екі арыстан тәрбиеледі Динара, құрметті ағайындар. Бірақ біз Динара деп айтамыз. Динара деп айтамыз. Бірақ біз анамызды ғана айтамыз. Осы анамыздың батасы, анамыздың тәрбиесі, біреудің ала жібін аттама. 14 бала тәрбиелеген апамыз 2 баланы зың қылып шығарып берді. Чапалақ соқпай, құрметті ағайындар. Апа, аман болыңыз. Ой, жаным апа. Бүгін апама көп внимание бердім. Тағы да айта кететін жайт, осыдан қанша 2-3 жыл бұрын мен Тілеужанға Camry 55 автокөлігін сыйлаған болатынмын. Бауырым жаяу жүрмесін, ешкімге күнді қаратпасын. Әркез мен қолымнан келсе, мен сен үшін жыртыламын, сен үшін төгілем. Мен 18 жасымда осы Павлодар қаласының қақ ортасынан 2 бөлмелі пәтер алғам. Дәл қазір соны официально барлық халықтың көзінше бауырыма сыйлағым келіп отыр. 2 бөлмелі квартира. Мен тұрғанда сен ешқашан далада қалмайсың, бауырым. Біз ала қаласа аларымыз, сеніміз сау болсын ең бастысы. Аружан екеуің бақытты болсаңдар, маған сол жеткілікті. Сендердің бақыттарыңды көріп жүріп, аман есен күліп жүретін анам бақытты болса, маған сол жеткілікті. Анамның бауырларымен, бәрімен қызығын көріп жүретін апам бақытты болса, маған сол жеткілікті. Ала қаласа барлығына жетеміз, өсеміз, өнеміз. Бота екеуміздің атымыздан тағы да бір сыйлық. Любой қай жаққа барғыларың келеді, біздің атымыздан балайына сендерге путевка. Бізді дәл осындай дәрежеге жеткізген мына төрде отырған апамыз, бірінші Алла, екінші осы апамыздың арқасында. 5 жасымызда бізде дым болмаған кезде, баратын жер болмаған кезде бізді осы апамыз өзінің құшағына алып, өсіріп, осы күнге дейін жеткізді. Сондықтан бір апама қошемет ұрып қойықшы. Ол да бір қызық, құрметті қонақтар. Келгендеріне көп-көп рахмет. Светтің өзі көре алмай жатырмын тойды. Алла разы болсын, барлықтарыңызды жақсы көрем. Әрқайсылардың үйлеріңізде осындай қызық қуаныш той болсын. Бауырмашылығымыз мәңгі болсын. Бауырларыңды сыйлаңдар, тірі кезінде қадірін біліңдер. Өмірдің соңына дейін қалатын осы бауыр ғана. Барлықтарыңызды жақсы көрем. Келгендеріңізге көп-көп рахмет. Музыка жоқ, өзіміз бір шулап жіберейік. Осы тойды бір ауыз сөзімді жерге қалдырмай, бауырым, сен үшін әрқашан қызметтемін, сен сыйлайым, сен жақсы көрем деп, тойды дүркіретіп, шулатқан тамада Сабыржан ағамызға бір қошемет. Свет сіңді қаттырақ көрінбейді баты. Жарық! Алла разы болсын. Бауырым, мен сені жақсы көрем. Біз екеуі ғанақпыз, бірақ өміріміздің соңына шейін бір-бірімізді іздеп, сыйлап, сағынып, жақсы көретін бауырлардан болайық. Бар жақсылық тілеймін, жаным, бауырым. Мен ютубта көріп отқан адамдар бар ғой. Алла қаласа, ол да санан жол туған күнде айтқан, 2 жылдан кейін маған сен машина әпересің. Бұйырса, Алла қаласа 2 жылдан кейін осы жерден отрывокты кесіп аламын. Сосын анау, сен деген өлеңді қоямын да, машина сыйлаймын бұйырса. Амин. Сен аман жүрген маған сыйлық бол. Давай естелікке. Амин, сыйла. Екеуміз бір естелікке суретке түсіп жүрейік, осы жерден бір. Типа скриншот жасай саласың. 1, 2, 3. Свет өшіп қалады ғой, бір кем тосайды. Күшті ғой. Зато есте қалады да, сен тойында білесің ба, свет өшіп қалып еді ғой өше деп ше соны. Пакетін даусын қарсы, пакетін даусын. Мынаны қарасаңдаршы просто. Мешочектің дауысын қарашы. Свет өшкен қандай жақсы болды. Табақтарды ой қалып көтшімесін. Сол айтам. Құрметті қонақтар, ыдыс-аяқты қалдырыңдар. Барлығын алыңдар, ыдыс-аяқ қалдырыңдар. Біліп атқан жоқпыз, кім не салып атқан. Жақсы болды, е? Мынаны қара. Вообще, сумканың ішін толтырып алған. Ой, бәрекелді.
спас неге свет құтқарып қалды ана қызды. Аға ішіңізге салып алдыңыз ғой бірден, иә? Әлі той біткен жоқ бір екенше. Свет жанды. Бұл да бір қызық болды, естелік. Мамамыз күшті болып келді. Маманы түсіре алмадық қой біз. Мамам, прическаңыз күшті, чечил болып тұр тура. Не дейсіз жастарға? Жастарға не деймін, бақытты болсын деймін. Екі дүние бақытын Алла тағала нәсіп етсін. Мане жегенсіз? Чеснок денейсіз, арап тұр. Кетіп, салат жедім ғой. Мама, сағыз шайнансыз. Сол бақытты болсын, береке бірліктері кетпесін. Сол ғой, сендер де бақытты болыңдар, боташкам, аман есен, өпелеріңді дүниеге аман есен алып келсін. Амин, айтқаныңыз болсын. Братан, білесің бе? Менің ағам болады. Ұқсайсыздар, иә? Сіз осы елі? Иә, осы. Сіз қайда? Жоқ, кетіп қалды. Сен қайда жүрсің? Осында төртте отырмыз ғой. Неғып билемейсің? Ондайға жақпыз ғой. Тырышы. Тойдың ортасында свет өшіп қалды да, біреу дәрет алмаған ғой. Құрметті қонақтар, бір 5-10 минут уақыттарыңызды алайық. Бір кеште болса айып етпеңіздер. Мынау ат тербетіп, Жетісайдан сонау. Бұл кісі менің оқырманым, бұрыннан мені көреді, бәлкім Инстаграмнан көргендер бар шығар. Өзінің өнерін Тілеужанның тойында көрсетемін деп келген ағамыз. Просто уақытты қыз болып, бұл кісі негіз вообще сценарийде болмаған, бірақ өнеріне тәнті болғымыз келіп отыр. Айып етпесеңіздер, бір 5-10 минутыңызды сізге арнаймыз аға, өнеріңізді көрсетіңіз. Жамбо қазақ. Башыргын ябырмай. Мен қазақпын мың өліп мың тірілмен. Жүргегімде таныстым мың терімен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Бүгіп солардың аттарындай, мінезім бар таулардың қатпарындай, жырым бар бабалар. Мына жігіт өзінің науқас анасын бірге арқалап жүріп, шу, оңтүстік, солтүстік, бүкіл Қазақстанды аралап, таза еңбегімен анасын бағып жүрген жігіт мынау жігіт. Ақшаны салып қой, анаңа бір сыйлық аларсың. 50 мың теңге беріңдерші ма? Жоқ, наличка. 40, 50. Рахмет, Алла разы болсын. Енді құрметті ағайындар. Жоқ, өзіме керек біз. Осы дастархан өзіме алып отырмын, брат. Менде де семья бар. Берейін ба, бауыр? Кеш саған берейші осыны құрсын. Ма, бауырым, Алла разы болсын. Аман бол. Жоқ, мен саған не бердім бүгін, айтшы? Не бердім? Слива бердім. Жоқ, бүгін не бердім саған? Костюм бердім. Қандай костюм? Серия костюм. Менің жолымды берсін. Мен сияқты көп ақша тап деп өзім костюмді бердім саған, бауырым. Шын жүректен. Мына жігіт не сыйлады саған? iPhone 17. iPhone 17. Сенің бауырыңның тойына мен ақша сұрадым ба? Жоқ. Онда анаған 17 алып беріп жүрсің сен? Рахмет бауырым, істемей қалсын. Енді құрметті ағайындар, туасын. Шын жүректен, мен Олжасқан мен өнер көкпарына шақырып жүрдім да бұны. Көкпар шап, кішкене тестостероныңды құртатын жерлерді алып барайын дұрыс жағынан депші. Сонымен бұл жігітті алып келдік көкпарға. Жабылып жүріп, бүкіл ата бабамыздың әруағын қосып тұрып, осыған бір салым салғыздық сол кезде. Сол кезде екеуміз араласып қалдық та, көкпардан кейін кішкене отырып әңгіме айттық. Сонда бір әңгіме айтты, аға, інім үйленейін деп жатыр, соның тойын кімге басқартам деп ойлап жүрсем, Құдай сізді алып келген шығар. Бірақ рет айттым саған. Сенің інің, менің інім, сен анаңа жасап жүрген. Мен анасын, әкесін құрметтейтін балдарға мен құлы болса да жұмыс істеп берем, құрметті ағайындар. Маған ақша маңызды емес. Өткені мен шешемнің баласы болдым, бірақ шешем 5 жыл бұрын дүниеден өткеннен кейін осындай жандарды көріп қатты қызығам. Сондықтан бүгін саған Алла разы болсын. Үлкен отбасын тізгін ұстап отырсын. Әңгіме ақша, менің ақшам білесің қанша тұратын. Конкретно. Сен бір историясынан қымбат тұрады меніңкі конкретно. Сондықтан мен бұл жерге ақша тілеп, болмаса бір бауырыңның бірдеңесін алып кетейін деп келген жоқпын. Бересің ба iPhone 17-ні бер. Көңілдерің тамадаға толысында, бақыт құсы Тілеужан Аружанға қонысында. Теміртау Астанадан келген Олжасқанның ағасы Сабыржанға бір шапалақ болсында десем. Болма? Көп рахмет. Өйтіп тұра бересіңдер ме, қайтпайсыңдар ма, жалпы үйлерің жоқ па? Болды. Так, осы тойда ең бақытты отбасы кім? Кім ең бақытты отбасы? Айтыңыздаршы, кім айта алады? Дәл осы ресторанда кім бақытты отбасы?
Ау, жоқ, мен де бақытты отбасымын. Бәріміз бақыттымыз. Біз бақыттымыз Тілеужан мен Аружанның тойында отырып, бір қызықшылығында бақыт тілеп отқан отбасымыз. Барлықтарыңызға бастарын иіп, Олжасханның отбасының атынан, әжесінің, Динараның атынан шаштарыңызды түйіп, тілектеріңізді жүректеріңізге жиып, қалтаралыңа 130 мыңнан, 40 мыңнан, 100 мыңнан қиып келгендерің үшін уақыты жоқ заманда уақыт тапқандарыңа Тілеужан мен Аружаннан мыңда бір рахмет. Құдайдан қайтсын, аман болыңыздар. Көп рахмет. Тілеужан, Аружанның папасы. Келіңіз, жас болсаңыз да мына жерде мәртебеңіз жоғары. Қыз беріп отырсыз ғой. Қыз беру оңай емес. Мен де қыздарымды бердім садикке. Енді баяғыда менің атам айтатын, настоящий мужчина өмірде екі-ақ жерде жылайды екен. Бірінші қызын ұзатқанда жылайды екен. Екінші арақ ішкен кезде. Енді осы Аружанға, Тілеужанға осы келген қонаққа бір бата беріңіз, сосын қайтайық бір өтінді. Аумин. Есесін ола берсін, дастарханымыз болсын. Міне балапандарым, бақытты болыңдар. Екі жаққа да сыйлы болыңдар. Олжасханның жолдастарым, Олжасханды, Тілеужанды сыйлап алтын уақыттарында бөліп, осы керемет тойды бірге өткізгендеріне көптен көп рахмет. Сол Құдамыз мың жылдық болсын, отанымыз тиіш болсын. Сізге де рахмет, Сабыржан. Бақытты болсын. Енді дәл осылай тұрып, сен ан жаққа шықшы. Ініңнің саған дайындаған сюрприз бар. Сен квартира беріп жатсың. Малдив аралдарына путевка, машинасы, ақшасы, тойын жасап беріп жатсың. Енді ініңді саған өзінің қолынан келетін нәрсемен рахмет айтып, плюсовкамен өлең айтады саған. Бұл кім десең мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген, көк қайрақ туым бар, елім бар, жерім бар. Бұл кім десең мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген, көк қайрақ туым бар, елім бар, жерім бар. Баршаларыңызға рахмет. Осымен көптен күткен Тілеужан мен Аружанның тойы тәмамдалды. Әрі қарай Ботан менен Олжасханның әке болған, ана болған тойында жүздесейік. Аман болыңыздар. Одан да ақшасын беріңдерші. Ондай құрмет керек емес, ақша керек па. Аман болыңыздар. Көп рахмет жігіттер. Саған не жоқ, кішкене басыңа кіріп кетесіз алды бұл. Жақсы, амандықта. Сау болыңыздар, амандықта. Бүгін сіздерге қызмет еткен супер тамада Сабыржан. Сау болыңыздар. Мен қазақпын, қырғыз ол туысқаным, бірге тартқан тарланның қойыс. Саған Астанаға кететіндер керек, досым. Кім бар Астанаға кететін? Короче, Донер Набай атынан саған қолда не тұр? Ау досым, бұл зигизаги манго, мен любимый вкусым. Мынау сертификат. 3000 теңгеге Донер Набайға барасың, тегін жейсің. Досым 3000 теңгеге. Жоға, тоқтаса, тұрсай. Біреу саған, біреу Зейнепке. Жарай ма, Астанаға кетіп барасыңдар ғой. Енді пока Павлодарда ашылған жоқ, Астанадағыларға. Астанада жейміз. Болды, ас болсын. Сендер Астанаға қайтасыздар ғой, иә? Сіздерге міне Донер Набай атынан бір сертификат. Тегін бар донер жейсіңдер, ала қалса. Қойш? Все. Не, саған да. На бесплатный бургер. Не потеряйте потом, бесплатно жейсіңдер, осыны апарып. Міне, мына екі қос ғашыққа берейікші. Ура, Донер Набайы! Тегін барып донер жейсіңдер. Все. Жоғалтылмаңдар. Болды, рахмет, родной. Все. Рахмет. Міне, мына екі қос ғашыққа Донер Набайының атынан тегін сертификат 10.000 теңгеге. Барып от души тамақ ішесіңдер. Донер Набайға рахмет. Все, болды. Көп жасай бер. Тілеужанның достарына Астанадан келген. Мә. Иншалла. Бургер Набайға барып тегін жейсіздер. Иншалла. Все. Амин. Алла разы болсын. Драгонға бермейміз, оларға и так тегін береді. Астанаға кетесің ғой? Иә. Тегін бургер Набайдан сертификат. Барасың, тегін жейсің. Все, жоғалтылма. 5 күннен кейін сіз мінекей сізге. Болды. Осылайша ой, саған алып берем былай да. Сен лично зар емессің Донер бургерға. Зигизагиларды да кетіп бара жатқан қонақтарға полностью таратып тастадық. Отандық өнімдерді қолдайық, отандық брендтерді қолдайық. Көп рахмет. Әлі талай қызық болады. Эфирдан алыстамаңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Той ұнаса, қызықтар ұнаса, комментария жазып, өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарияға қалдырып, лайк басып, маған қолдау білдіріңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз маған ол үлкен мотивация. Бұдан да биік белестерді бағындырамыз. 23 жасым, осындай деңгейге жеттік. Аллаға сансыз шүкір, денсаулықтан айырмасын.